Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен күз айы салқын уақытта жақсы жерінетін дәмді винегрет салатының рецептісімен бөлісетін боламын. Алдымен YouTube арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ең бірінші көкөністерімізді жақсылап жуып қайнататын боламыз. Піскен көкөністеріміздің қабығын ашып, алдымен картоптан бастап, сәбіз, қызылшамызды барлығын бірдей кубиктеп ұсақтап турайтын боламыз. Содан соң тұздалған қиярымызды да дәл солай ұсақтап турайтын боламыз. Содан соң консервідегі жасыл горохымызды суын төгіп, тұтасымен салып шығатын боламыз. Барлығын жеңілдеп біркелкі араластырып аламыз. Дәміне қарай шамалап тұзымызды сеуіп, ең соңында гхей майында ұсақтап туралып қуырылған жуамызды толығымен айналдыра салатымыздың үстіне құйып шығатын боламыз. Мінекей, барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Дастарханның көркі нашар винегрет салатымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын.